Сәлеметсіздер ме құрметті 8 сынып білім алушылары. Бұл видеода біз сіздермен 8 сынып алгебра пәнінен квадрат функция бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларына шолу жасайтын боламыз. Бұл бізде екінші нұсқа, тапсырма саны 4-еу. Алғашқы тапсырманы қарастыруды бастайық. Бұл тапсырмада квадрат функция формула түрінде беріліп тұр. Графигін анықтауыңыз керек. Бар болғаны 1 балдық есеп, көп уақытыңызды жоғалтпауыңыз қажет. Бұл жерде бірінші болып мән беріңіздер жақша сыртындағы таңбаға. Бұл жерде ешқандай теріс таңба жоқ деген сөз. Парабола тармақтар жоғары бағытталған деп аласызда 3 пен 4-ті бірден қарастырмайсыз. 1 мен 2-нің қайсысы деген сұраққа жауап мына түрдегі квадрат функцияның жалпы формуласын естеріңізге түсіріңіздер. Сол жердегі m және n-ді анықтап, парабола төбесінің координаталарын анықтасаңыз, сізге график табу өте оңай болады. Біздің жағдайда қараңыздар, m дегеніміз -3-ке тең, n 1-ге тең. Демек, параболаның төбесі x -3-ке, y-ге 1-ге тең болады. Оны координаталық сәуледе -3, y1 болып тұрған нүкте мына параболаның төбесі. Демек, дұрыс жауабы 2. Бұл бізде бірінші тапсырма еді. Ары қарай екінші тапсырманы қарастырып бастайық. Екінші тапсырмада a-сы x-тің мәні беріліп тұр, яғни аргументтің мәні беріліп тұр. Функцияның мәнін табу керек. Демек, сізде x тең 1 деп беріліп тұрса, функциядағы x-тің орнына барлығына 1-ді қою арқылы есептейсіз. Қосылған 2 көбейтілген 1 азайтылған 5. Бұл жерде есептейтін болсақ, -1 плюс 2 -5. Жауап -4 болады. Келесі y, яғни функцияның мәні беріліп тұр, -5-ке тең дейді. Аргументтің мәндерін табуымыз керек. Ол үшін беріліп тұрған функцияны сол күйі көшіріп жазып алыңыз және -5-ке теңестіріп жіберіңіз. Бізде -x квадрат плюс 2x -5. Мына жақта тұрған -5-ті де өткізіп алатын болсақ, плюс 5 болады, тең 0-ге. Демек, -x квадрат плюс 2x. Мына жерде тұрған қарама-қарсы таңбалар өзара жойылады. Қалады осы түрдегі тең 0 деген толымсыз квадрат теңдеу. Бұл жерде -x-ті жақша сыртына шығарып жіберетін болсаңыз, қалады x азайтылған 2 тең 0. Бірінші түбіріміз 0-ге тең, екіншісі 2-ге тең. Демек, бұл жердегі нүктелеріміз а жағдайында жауапқа жазасыз. X-іміз 1 болған кезінде y -4-ке тең, ал x 0 болған кезде де функцияның мәні -5, 2 болған кезде де -5-ке тең. Екінші есеп аяқталды. Үшінші есеп бізде қолданбалы есеп, сол үшін бірінші кезекте берілген мұқият оқып алыңыз. Доп 0-ге тең бастапқы жылдамдықпен 18 метр биіктіктен құлайды. Доптың t секунд уақыт өткен соң жер бетінен h биіктігі осындай формамен берілген. Осыны пайдалана отырып анықтаңыз, неше секундтан кейін доп жерге түседі және 2,5 секундтан соң доп жерден қандай биіктікте болады дейді. Демек, асын бастайық. Неше секундтан кейін жерге түседі деген сөз сізге беріліп тұрған функция 0-ге тең болу керек. Яғни, ол ешқандай биіктікте емес, h 0-ге тең болған жердегі уақытын анықтауымыз керек. 2-ні жақша сыртына шығарып жіберейік. Ортақ көбейткіш ретінде қалады t квадрат азайтылған 9. Дәл осы толымсыз квадрат теңдеуді шығаратын болсақ, бізде t1 3-ке, t2 -3-ке тең болатын мәндері шығады. Қабылдайтын мәніміз оң мән болу керек міндетті түрде, сол үшін де 3 өлшем бірлігі секунд. Ары қарай b, t беріліп тұр 2,5 секунд. Сол кездегі биіктікті анықтауымыз керек, яғни функцияға осы мәнін 2,5 1-ден 5-тің 2-ге қатынас деп алайық. Қою арқылы есептеп алуымыз керек. Енді -2 25-тің 4-ге қатынасы квадраты қосылған 18. Бұл жерде 2 мен 4 өзара қысқарады. 2-ге қысқартып жібердік. Қалды 25-тің 2-ге қатынасы қосылған 18. Ортақ бөлім -25 қосылған 36 бөлінген 2 тең болады 11-дің 2-ге қатынасы. Демек, біздегі h биіктік 5,5 өлшем бірлігі метрге тең екен. Төртінші есеп функция берілген. Оған осы 6 түрдегі жеке тапсырмаларын орындауымыз керек. Біріншісі, парабола төбесін анықтаңыз. Ол үшін қолданатын формуламыз x0-дің формуласы -b бөлінген 2a түріндегі формула. Біздің жағдайда x0 тең болады -b дегеніміз 4.
нүктеге дейін 2 а дегеніміз 1-ге тең есептейтін болсақ x0 минус 2-ге тең. Ал енді y0-ді табуымыз үшін, яғни парабола төбесінің y координатасын табу үшін дәл осы тапқан x0 мәнін функцияға алып келіп есептеу арқылы тауып аламыз. Бізде есептейтін болсақ, оның мәні минус 1-ге тең. Парабола төбесінің координатасы табылды. M нүктесі арқылы белгілейтін болсақ, x-і минус 2-ге тең, y-і минус 1-ге тең нүктедегі парабола төбесі болады екен. Енді ол нүктені бірден координаталық сәуледе кескендеп, өзіміздің уақытымызды үнемдейік. Өйткені соңында біз график сызуымыз керек. X-і минус 2, y-ге минус 1 болатын нүкте белгілеп алдық. Бұл А-сы еді. Ары қарай B. Симметриясының теңдеуін жазыңыз. X тең, симметриясы теңдеуі x0-іміз нешеге тең болды? Минус 2-ге. Дәл осы теңдеу симметриясының теңдеуі болады. Оны да сызып қояйық үзік сызықтар арқылы. Ары қарай келесі C тапсырмасы. Функцияның нөлдерін табыңыз. Ол үшін функция қалай берілді, солай көшіріп жазып аласыз және нөлге теңестіресіз. Себебі y нөлге тең болған кезде бізде функцияның нөлдері, яғни OX өсімен қиылысу нүктелері табылады. Бұл келтірілген квадрат теңдеу болғандықтан бірден Б теоремасы арқылы x1, x2 түбірлерін табайық. Мысалы таңдайық минус 3 және минус 1 деп көбейтіп есептейтін болсақ 3-ге тең, қоссақ минус 4 қарама-қарсы орнына қоямыз, плюс 4-ті беріп тұр. Демек, функцияның нөлдері x минус 3 болған кезінде y нөлге тең деген және x минус 1 болғанда да y нөлге тең деген нүктелер. Ол нүктелерді белгілеп қояйық. X минус 3-те 0 және минус 1-де 0 деген нүктелер. Ары қарай D өсу кему аралығы. Бұны кішкене графикті сызып алғаннан кейін бірден жаза аламыз. Ары қарай орын тастап есін орындайық. Функция мына түрге келтіріңіз дейді. Яғни толық квадратын ажыратыңыз дейді. Ол үшін функцияны көшіріп жазып алғаннан кейін барып, қысқа көбейту формуласына сәйкес келетіндей етіп толық квадратын ажыратып алсақ болады. Ол үшін 4-ті көбейтке жүктейміз және осы жерден біз формулада бұның сан мәнін анықтап алдық. Оның квадратын қосып және азайтып жібереміз. Қосылған 3 қасындағысын тіркеп жазып қоямыз. Демек, бізде мына аралықта қарайтын болсаңыздар, қысқа көбейту формуласы бойынша x қосылған 2-ның квадратын береді. Ал енді минус 4 плюс 3-ті есептеп жүретін болсақ, минус 1-ге тең. Функциямыз мына түрде жазылды. Ары қарай ең соңғысы f. Функцияның графигін салыңыз дейді. Графикті салу үшін қараңыздар. Бізге кем дегенде 5 нүктесі болса, әп-әдемі график сызылатын еді. Алайда бізде қазір 3 нүкте ғана бар. Енді OX өсімен қиылысуында ауызша есептейік. Ол үшін x-тің орнына 0-ді қойып жіберсек жеткілікті. Демек, ауызша есептейтін болсақ, ол бізде 3-ге тең болатын нүкте. Осыған симметриялық түрде келесі нүктені де аламыз. Сонымен 5 нүктеміз дайын. Осы 5 нүкте арқылы функция графигін сызып қоя аламыз. Мына түрдегі парабола кескінделді. Оның атауын жазып қояйық. Y тең x қосылған 2-ның квадраты азайтылған 1 түріндегі параболаның графигі. Енді осы графигімізде өсу кему аралығын жазып қоя аламыз. Кему аралығы қараңыздар. Минус шексіздіктен парабола төбесінің x координатасы минус 2-ге тең. Оған дейін кемейді, ал өсу аралығы сол минус 2-ден плюс шексіздікке дейін. Яғни мына аралық ары қарай. Ол өсу аралығы. Өседі ол аралықта. Сонымен 4-ші тапсырмада толық аяқталды. Ал құрметті 8 сынып білім алушылары, видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Міндетті түрде каналға тіркеліп алыңыздар.